Абақтар әулетінің арнайы қуанышына қош келдіңіздер. Ұлы нағашылар, Айбектің нағашылары қайда? Әріптестер қайда? Жастар, достар, тағы да бір қошеметтеріңіз. Осындай деңгейге жеткізген ең алдымен ата-анаңды барып бір құрметтеп келсең, мамаңның бетінен сүйіп, папаңды бір құшақтап бір биіктеш. Благодарю. Есімің кім сен? Ну что ж я, что говорю я, я вчера, я поздравляю ее, эй, что ты делаешь, сынок, это мой, да, в этом году, в 12 году мы были на свадьбе, так получился, я сейчас... Горе выдавим. Все, извиняюсь. Меня зовут Лариса Петровна. Лариса Петровна. Ой, это Лариса? Выходи. Что-то ты мне понравилась. Ой, у меня жена есть. Еще девушка есть. Ладно, давай, сіздің өнеріңізді көрейік. Ей, кеттік, давай, сіздің өнеріңізді. Начинаем концерт! Сағынсаң төркініңе барып кел, бірақ та келеріңде анау мынау алып кел. Көзіңмен ауылыңды бір сәт болсын шалып кел. Қара сиырың болса қорадағы сауып кел. Саған да жар керек, маған да жар керек. Қалып қойма үйіңде, қалып қойма еркелеп. Саған да шал керек, маған да жар керек. Көп жатып алма енді үйіңе қайда ертерек. Түф қоймайсың, неге сонша ойнайсың? Түф қоймайсың, сен өзің біз енді ағаларым біледі ғой, сіздердің кездеріңізде тойларда торт деген болды ма? Болған жоқ та. Ол ана Россия ма, үшін шетелден келген нәрсе ғой. Оны тілдіріп, оны бір реклама жасап, оны видеоға түсіріп, фотоға түсіріп қайтеміз. Лучше міне арнайлап, міне ар жақтан қыздарымыз шай дайындап беріп жіберді.
осы шайды лучше мамасы мен папасына құйып берсін, келіннің қолынан шай ішсін. Керемет емес пе, келіңіз, мама, папа қайда екен? Папа, келіңіз, келіннің қолынан шай ішейік. Айтайын дұрысын, мен үшін жаралған бағымның гүлісің, тағдырдың сыйысың, жұпарда иісің, қартаюды бірге тәңірім бұйырсын. Саған да жар керек, маған да жар керек, сол үшін де сен әзіліме жүрме өкпелеп. Саған да шал керек, маған да жар керек, сонда да өзің шебіп жүрмегейсің еркелеп.